Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай творожный пирог пісіретін боламыз. Алдымен бөлме температурасындағы сары майға қантымызды қосып араластырып аламыз. Сосын бір жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ, қызыл бояғышты қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Он мен қобдытқышты қосып, жұмсақ қамыр жасап аламыз. Мінекей достар, қамырымыз дайын болды, жұмсақ болып шықты. Қамырымыздың 3-тен 1 бөлігін алып, мұздатқышқа қатырып қоямыз. Ал қалғанын формамызға жаямыз. Салмасын дайындаймыз. 500 грамм творог, 2 ас қасық қаймақ, 1 жұмыртқа, ванилин және қантымызды қосып, жақсылап езіп аламыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Формамызды жайып, салмамызды саламыз. Мұздаған қамырды қырғыштан өткізіп аламыз. 170 градуста 40 минутта пісіреміз. Мінекей достар, творожный пирогымыз осылай шықты. Жасап көріңіздер.